Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында жасалатын қызанақ соусымен жасалған пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бізге керекті заттар: ұн, қант, тұз, дрожж бір ыдысқа салып қойдым, сұйық май и су. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Жылы суымызға дрожж, тұз, қантты салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 2-3 минутқа қойып қоятын боламыз, дрожжымыз көтерілгенше. Ұнымыздың үстіне сұйық май құямыз. Дрожжы көтерілген суымызды да осы ұнның үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымызды бетін жауып, жылы жерге қойып, 20 минутқа қоямыз. 20 минутта біздің қамырымыз ашу керек. Қамырымыз ашығанша соус жасаймыз. Соусымыз қызанақ, томаты, сыр, колбаса, 1 пияз и қызанақтың менде черриі, егер сіздерде болса 1 қызанақ болады. Бұл соусқа тағы да болгар перцін қосуға болады, әрине ол өз қалауларыңызбен. Пиязымызды, қызанағымызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Қызып тұрған сковородкаға сұйық майымызды құйып, аз-маз ғана пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Қызарған пиязымыздың үстіне қызанақ пен томатны соусты салып, үстіне тұз, бұрыш, қалауларыңызбен паприка салып, жақсылап қуырып аламыз. Бұл соусты блендермен өткізіп алсаңыздар болады. Егер блендерларыңыз болса, маған осылай қуырылып жасалған соус ұнайды. Сол себепте мен блендерсіз тек осылай қуырылғанмен салатын боламын. Енді мен соустың бетіне колбаса турап салатын боламын. Бұл да қалауларыңызбен салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. И сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Менің қамырым 20 минутта ашыды, осылай көтерілді. Оны қатты көтерудің қажеті жоқ. Басып қайтадан салмаймыз. Осы бір ашыған қамырды пергаментімізге сұйық майды жағып, оның қажеті жоқ. Сұйық майды жағып, қолдың көмегімен осы пергаменттің үстіне жайып аламыз, жұқа қылып. Жайып алған қамырымыздың үстіне соусымызды салып, оның үстіне туралған колбасамызды қойып, үстіне теркадан өткен сырымызды салып,
Қамырымыздың жан-жағына жұмыртқа жағып шығамыз. 250 градуста қызып тұрған пеште 15 минутта пиццамызды пісіріп аламыз. Егер де видеоны осы жерге дейін көрсеңіздер, міндетті түрде маған тіркеліп қойыңыздар, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.